Құрметті отандас бауырлар, құрметті қазақ елі, бүгін желтоқсанның 16-сы тәуелсіздік күнімен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Бұл тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Тәуелсіздігіміз жастарымыздың, ағаларымыздың, апаларымыздың қанымен, жанымен келген тәуелсіздік күні. Мен қазір Мажарстанның Будапешт қаласындағы парламент сарайының қасында тұрмын. Және де қасымда осы жерде оқып білім алып жүрген студент балалар, азаматшаларымыз өз құттықтау сөздерін жолдайды. Айтайын дегенім, және де арманым қазақ елінде, қазақ тілінде сөйлесе екен деймін. Қазағымыздың көк туы мәңгі желбірей берсе екен деймін. Ел қадірін алыста жүргенде сезінеді екенсің. Мінекей Мажарстанда 15 жылдан артық тұрып жатырмын. Қанша жыл тұрсам да мен өзімді, қазақ екенімді ешқашан ұмытпаймын. Қазақта бір сөз бар. Өзге жерде сұлтан болғанша, өз жеріңде ұлтан бол дейді. Алыста жүрсек те, елде жүрсек те, өзіміздің еліміз үшін әрбір қазақ өз кірпішін қалауы парыз деп санаймын. Сол себепті барлық қазақстандықтар бірге күш салып, жұмыла жұмған жұдырық пен жүк жеңіл дегендей, бәріміз еліміз үшін, жеріміз үшін өркендеуге атсалысайық. Аман сау болыңыздар. Қазақ елі мәңгі жасасын, көк туымыз көк аспанда желбірей берсін. Аман сау болыңыздар.